Осыдан 25 жылдай бұрын Талимен уланған қытайлық студент қыз соққыда сал болып қалған еді. Америкалық сарапшылар қыздың улануы кезінде алынған шаш үлгілерін талдап, Талидің қандай жиілікпен және қандай мөлшерде қабылданғанын анықтады. Олар бұл ақпарат полицияға қылмыскерді ұстауға көмектеседі деп үміттенді. Бұл мәліметтер көмектесті ме, әлде нәтиже болмады ма, оны бірге білейік. Сәлем достар, сіздерді өз орнымда көргеніме өте қуаныштымын. Видеоны соңына дейін қарап, лайк басып, арнаға жазылуды ұмытпаңыздар. 1994 жылы Чжулинг Бейжіңдегі Цинхуа университетінің физикалық химия мамандығы бойынша екінші курс студенті еді. Курстастары оны тартымды, ақылды және талантты, музыканы жаны сүйетін мейірімді қыз деп сипаттады. Ол 1994 жылдың аяғында ішінің қатты ауырған және шашының қатты түсе бастағанын байқап, дәрігерге қаралады. Тонгрен ауруханасына түскеннен кейін оның жағдайы бірте-бірте жақсарып, универге қайта оралуға рұқсат алды. Алайда, келесі наурызда оның ескі белгілері бұрынғыдан да қатты нашарлады. Бұл жолы аяғындағы ауырсынумен, көзінің бұлшықеттерін бақылауды жоғалтумен және ішінара бет параличімен бірге жүрді. Ол өздігінен дем ала алмады, сондықтан оған респиратор орнатты. Пекин одақтық медицина колледжі ауруханасының бір дәрігері доктор Ли Шунвей 1960 жылдары осындай улану диагнозы қойылған және Чжулиннің белгілері Талимен улану кезінде пайда болды деп күдіктенгенін хабарлайды. Алайда Чжулинг универде Талимен байланыста болғаны жоққа шығарды және бұл талапты оның университетінің химия факультеті де растады. Нәтижесінде дәрігерлер ықтимал себеп ретінде Талимен улануды жоққа шығарды. Оның орнына оған Гиллен-Барри синдромы диагнозы қойылып, оны емдеді, бірақ оның жағдайы тез нашарлап кетті. Дәрігерлер абдырап қалды. Қыздың достары оның белгілері туралы ақпаратты интернетте жариялады. Бұл бүкіл әлемдегі дәрігерлердің назарын аударды. Олар аурудың себебі перифериялық жүйке жүйесіне, асқазан ішек жолдар мен бүйрекке әсер ететін өте улы металл талимен улану деген шешімге келді. Қызды Берлин лазури препаратының көмегімен құтқарып қалды. Қыз аман қалса да, оның миы қалпына келтірілмейтіндей зақымдалды. Ол көру және сөйлеу қабілетін жоғалтты, сал болып қалды және тәулік бойы күтімді қажет етеді. Ол қазір 40 жастан асқан және 70 жастан асқан ата-анасының қамқорлығында. Чжулингтің бөлмедегі көршісі Сунвей улануға күдікті болды. Бірақ Пекин полициясы 4 жылдық сот ісінен кейін сот дәлелдерінің бұзылуына байланысты одан әрі тергеу мүмкін емес деп мәлімдеді. Чжулинг қолданған ыдыс-аяқтар тергеу туралы екі көрші қыз естігенде жұмбақ жағдайда жоғалып кетті. Күдікті Санвейдің атасы Сун Юси Гоминдаңның жоғары лауазымды шенеунігі және бұрынғы партия жетекшісі Сэн Цзиминнің әкесінің серіктесі болған екен. Оның ағасы Сун Фулин бір кездері Пекиннің вице-мері және коммунистік партияның жоғары консультативтік органы Қытай халықтық саяси консультативтік кеңесі төрағасының орынбасары болған. Сунвей өзінің есімін Сун Шиян деп өзгерткен және Америка құрама штаттарына қашып кетті деген қауесеттер бар. 2013 жылы Фудан университетінде студент группаласын Талимен уландырған кезде бұл шу қайта көтерілді. Адамдар Қытай полициясын тергеуді сәтсіздікке ұшыратты деп айыптады және Сунвейдің босатылуына оның отбасының байланысы әсер еткені анық. Чжулингтің отбасы микроэлементтерді талдауға маманданған Эш есімді маманға жүгінді. Олар оған улану кестесін жасау үшін 94 және 95 жылдары жиналған Чжулингтің шаш үлгілерін берді. Масс спектрометрия массаның иондардың зарядына қатынасын анықтауға негізделген әдіс. Бұл заттарды сапалы сәйкестендірудің ең күшті әдістерінің бірі. Бірақ сонымен қатар сандық анықтауға мүмкіндік береді. Масс спектрометрия бұл үлгідегі молекулалардың салмағы деп айтуға болады. Алайда, оның күшіне қарамастан, талиді анықтайтын стандарттар әлі болған жоқ.
Эш жапырақ материалындағы талий концентрациясының өзгеруімен тәжірибе жасай отырып, өзін-өзі дамытуға мәжбүр болды. Эш шаш үлгілерін ультракүлгін лазермен сканерлеп, олардың бөлшектерін масс спектрометрмен талдады. Адамның шашы тұрақты қарқынмен өсетіндіктен, талийдің қыздың шашының ұзындығына қарай таралғанын анықтауға және оның ағзаға түсетін уақыты мен мөлшерін анықтауға болады. Трулинг талийдің жаңа дозаларын үнемі қабылдап отырған. Уақыт өте келе олар көбейе бастаған. Сонымен 1994 жылы түскен шаш талийдің бір ғана әсерінің іздерін сақтап қалды. Ал 1995 жылы түскен шаш Трулиннің бірнеше апта бойы талийдің үлкен дозаларын қабылдағанын көрсетті. Атап айтқанда, талий концентрациясының жоғарылауының бірі Трулиннің көру қабілетін жоғалтқан кезеңмен сәйкес келді. Бірақ іштің ауруы болған жоқ. Эш қыз алдымен талийді көзмен байланыс арқылы, содан кейін ауыз арқылы қабылдаған деп болжам жасады. Талдау көрсеткендей, жәбірленуші талийдің көптеген дозаларын алған және уақыт өте келе олардың концентрациясы мен қабылдау жиілігі артқан дейді Эш. Трулинді уландырған қылмыскер әлі де бостандықта. Жұмыс барысында алынған жаңа ақпарат бір күні қылмыскердің сотқа тартылуына және Трулиннің отбасына аздап болсын жеңілдік береді деп үміттенемін деп бөлісті Эш. Бұл мәселе жаңа дамуға ие болғандықтан, кейбір атақты адамдар, мысалы темір адам актрисасы Фан Бинбин және оның серіктесі Яо Чен құпияны шешуге қолдау көрсетуге шақырды. Желі қолданушылары интернеттегі қолдау білдіргені соншалықты талиймен улану, Трулинг және Сунвей іздеулерін интернет өздігінен бұғаттай бастады. 2013 жылдың 3 мамырында веб-сайтта Ақ үйдің онлайн петициясы құрылды. Сол кезде желі қолданушылары ақш-та тұрады деп есептелген басты күдіктіге қатысты тергеуді талап етті. Қол қою саны құрылғаннан 3 күннен кейін 100 мың адамға жетті. Бұл онлайн науқан ақш пен Қытайдың негізгі бұқаралық ақпарат құралдарының назарын Трулиннің отбасына аударды. 2015 жылдың 28 шілдесінде Ақ үй петицияға түсініктеме беруден бас тартып, Трулин уланған 1995 жыл трагедияға айналды. Ешбір жас қыз ол сияқты азапқа лайық емес, және біз оған және жақындарына қайғыра көңіл айтамыз. Дегенмен, біз сіздің өтінішіңізге түсініктеме беруден бас тартамыз деді. Өкінішке орай қылмыскер бостандықта, ал Трулин қарт ата-анасының қамқорлығында қалды. Бұл талийді біреуді улау үшін қолданған жалғыз жағдай емес. Сонымен қатар 1950 жылдары ол егеу құйрықтарды емдеу құралы ретінде қолданылған кезде Австралиядан келген әйел оның көмегімен 2 күйеуінен құтылды. Сот әйелді өлім жазасына кесті, бірақ кейінірек жазаны өмір бойына бас бостандығына айыруға ауыстырды. Ал 1964 жылы ол әйел бостандыққа шықты. Достар, видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Келесі кездескенше.